Сәлем құрметті қыз-келіншектер, менің тоқмашы Ұлмекен YouTube арнама қош келдіңіздер. Есімім Ұлмекен. Бүгін біздер осы видеодан осындай сүйкімді жаңа туған нәрестелерге арналған нәски тоқып үйренетін боламыз. Дәл осы нәскидің екінші сыңарын тоқып үйрететін боламын. Бізге қажетті құралдар бұл. Мен 3 номерлі спициді пайдаландым. Қайшы, бұл яғни жіпті қиюға, және ине, көз үлкен ине керек. Мына бас жағын түйіндейтін боламыз. Инемен тегетін боламыз, яғни. Және де мен бұл нәскиге осы жіпті пайдаландым. Alizella Nagud классик жібі. Бұл бізде 100 грамда 240 метрді құрайды. Ал түсіне келетін болсақ, 684 номері. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Шағындау етіп осылай жіп алып аламыз, қатты ұзын қылмаймыз. Және спициміздің бір инесімен осылай қарапайым тәсілмен біздер 28 ілмек теріп аламыз. Петля 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дәл осылай осы инемізге 28 ілмек теріп шығамыз. Мінекей мен 28 ілмекті теріп шықтым. Енді осыны осылай жинап аламыз да, дәл қақ ортасынан бүктеп, бір жағына 14, бір жағына 14 қылып бөліп аламыз. Яғни 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Мына жерден біздер осылай тартып шығарамыз. Мінекей, біздер инемізге жақындатып алдық, екі жаққа бөліп, және біздің жұмыс жібіміз астыңғы инеде тұр. Енді осы жерде біз мына инемізді тартып аламыз да, бір ілмек, яғни біріктіруге бір ілмек, қосымша бір ілмек тоқып аламыз. Қарапайым тәсілмен мына екі жіпті қолымызға алып, дәл осылай бір ілмек тоқып аламыз. Бұл қазір бізде біріктіруге кетеді. Мінекей. Енді осы тоққан ілмегімізді екінші инемізге өткіземіз. Жіпті тартып тұрамыз, шығып кетпесін. Және екінші инедегі бірінші жібімізді осы ілмектен үстінен өткізіп шығарамыз, дәл осылай. Мінекей. Және дәл осы ілмегімізді қайтадан өзінің орнына алып келеміз де, мына жіпті жақсылап тартамыз. Қайтадан бізде жаңағы бір ілмегіміз өз орнына келді. Енді ары қарай бізде бір оң ілмек пайда болды. Нәскиіміздің резинкасын қонышын тоқып бастаймыз. Екінші оң ілмегімізді тоқимыз. Қонышын біздер екі оң, екі теріс қылып тоқитын боламыз. Енді екі теріс тоқимыз. Теріс ілмек аламыз. Яғни теріс ілмек бұл жібіміз тоқымамыздың алдында болады. Алдыңғы бетіне өтеді. Екінші теріс ілмек. Мінекей осылай. Және оң ілмек тоқымамыздың, жібіміз тоқымамыздың артына өтеді. Бірінші оң ілмек, екінші оң ілмек. Және теріс. Бірінші теріс ілмек, екінші теріс ілмек. Осылайша екі оң, мына жібімізді жайлап кіргіземіз. Екінші оң ілмек және екі теріс ілмек. Осылай резинкасын екі оң, екі теріс қылып тоқимыз. Және екі оң ілмек. Енді екінші қапталын тоқимыз. Екінші 14 ілмекті осылай инемізден шығарып өткізіп аламыз. Және астыңғы инемізді тартамыз. Жұмыс жібін алып, енді екі теріс ілмек болады. Алдыңғы бетінен бірінші теріс ілмек, екінші теріс ілмек, оң ілмек,
Бірінші оң ілмек, екінші оң ілмек. Теріс ілмек, 2 теріс ілмек және 2 оң ілмек. 2 теріс, біреу және екінші теріс ілмекті оқимыз. 2 оң, 2 теріс. Міне соңғысы бізде теріспен аяқталады. 2 теріс ілмекті оқимыз енді. Осылайша бірінші қатарды аяқтадық. Екінші қатарды бастаймыз. 2 оң ілмек, дәл солай 2 оңға оң, 2 теріске 2 теріс ілмекті оқи береміз ары қарай. Енді теріс ілмекті тоқымамыздың арғы бетінен, арғы қабырғасынан аламыз. Ал жүгіміз алдында тұрады. 2 оң ілмек. Еш өзгерместен узор бойынша 2 теріс, 2 оң. Екінші қатарымызды тоқып жатырмыз. 2 теріс және 2 оң. Келесі бетінде де дәл солай 2 теріс, 2 оң деп жалғастырамыз. Екі оң ілмек, 2 теріс ілмек. Оңға оң тоқимыз, теріске теріс тоқимыз. Нәскиміздің қонышының резинкасын тоқып жатырмыз біздер. 2 оң ілмек, 2 теріс ілмек. Ең соңында 2 теріс ілмекпен аяқталады. Екінші қатарды аяқтадық. Жүгімізді тартамыз. Енді біздер арғарата мұна резинкасын, 2-2 резинкасын мұна жерге дейін оң қатар тоқып шығамыз. Мен өзім оң қатар тоқып шықтым, 2 теріс 2 оң қылып. Енді арғарата мұна тұсын айналдырып тоқитын боламыз. Артқы жағы және алдыңғы жағы. Ол үшін біздер арғарай жалғастырамыз. Келген жерімізден астыңғы инені суырып аламыз да, үстіңгі бетінен тоқимыз, үстіңгі инеден тоқимыз. Яғни осы 14 петляны барлығын оң тоқып шығамыз. Ал мына жағын узор бойынша тоқимыз. Яғни бастайық. Мына жерін тоқып бастаймыз біздер. Оң тоқимыз. Осы нәскиміздің артқы беті, оң тоқыдым. Екіншісінде оң, үшіншісінде оң тоқыдым. Мына теріс петляны да оң тоқып жатырмын. Осы 14 петляның барлығын оң тоқып шығамыз. Оң тоқи береміз. Шатасып кетпейміз. 2-2 резинканы оң қатар тоқып болғаннан кейін дәл осы жерін өңкей оң қылып тоқимыз. Бірінші 14 петляны бітірдік. 14 петляны оң қылып тоқыдық. Екінші, енді нәскиміздің екінші жақ бетіне бұрамыз да, екінші қабырғасын узор бойынша тоқимыз. Яғни мына нәскиміздің алдыңғы бетін тоқимыз біздер. Бұда енді барлығын оң қылмаймыз. Яғни 2 терістен басталды және 2 терістен аяқталды. Енді арғарата тоқиық. 2 теріс узор бойынша тоқимыз. Бірінші теріс ілмек, екінші теріс ілмек. Және 2 оң ілмек. Бірінші оң ілмек, екінші оң ілмек. Ары қарай дәл узор бойынша теріске теріс, оңға оң тоқимыз. Бұл жер өзгермейді бізде. Яғни нәскиміздің ұшына дейін дәл осы узор бойынша тоқимыз алдыңғы бетін. Және соңғы 2 терістен аяқталады. Біздер осы 14 петляны бітірдік. Енді келесі
Жаңа қатарды бастаймыз. Инеден жайлап тартып отырамыз осылай. Және келесі астыңғы жақ беті міндетті түрде оң тоқылады. Барлығын оң тоқып шығамыз. Мына петлялардың барлығын оң тоқимыз. Оң тоқимыз. Сол 14 қатар барлығы. Соңғы 14-ші петляны оң тоқимыз. Екінші жағынан аударамыз. Мына жерден узор бойынша екі оң, екі теріс, екі оң, екі теріс. Узор бойынша тоқимыз. Өзгермейді бұл жақ қабырғасы. Үстін тартып, үстін жинақтап, астын тартып отырамыз осылай. Узор бойынша екі теріс тоқимыз енді. Теріс, екінші теріс ілмек. Және екі оң ілмек. Және соңғы екі теріс ілмекті тереміз. Мінекей. Бізде алдыңғы беті узор бойынша тоқылды. Тоқымамыздың нәскиіміздің алдыңғы беті мына жағы. Ал мынау барлығын оң тоқитымыз, бұл астыңғы өкше жақ беті. Мінекей мына жер. Енді ары қарата мына өкшесіне дейін біздер өзіміз 8 қатар тоқып шығуымыз керек. Біз осыны айналдырып 8 қатар тоқып шығайық. Мінекей мен 8 қатар тоқыдым, артын оң қылдым және алдын узор бойынша тоқимын. Екі оң, екі теріс. Мінекей осылай. Енді біздер өкшесіне келдік. Өкшесін тоқимыз енді. Бұны біз платочная вязка узорымен тоқитын боламыз. Яғни платочная вязка узорымен тоқимыз. Ары қарай жалғастырайық. Бірінші қатар барлығын оң тоқып шығамыз. Мына жақ бетін ғана тоқимыз. Мына жаққа теспейміз әзірше. Бірінші қатар бізде барлығын оң тоқып шығамыз. Дәл осылай 14 петляның барлығын оң тереміз. Және соңғы петляны теріс тереміз. Теріс тоқимыз міндетті түрде соңғы петляны. Бұл бізде кромочный болады осылай қазір. Тоқымамызды бұрамыз. Енді ары қарай екінші қатар. Мына жымыз арт жақ бетінде тұрады. Және екінші қатар тоже оң тоқимыз. Кромочный петляны жай ғана өткіземіз, тоқымаймыз. Ары қарай дәл осылай оң тоқимыз. Соңына дейін оң тоқып шығамыз барлығын. Және соңғы петляны міндетті түрде теріс тоқимыз. Келесі тоқымамызды бұрамыз да, ары қарай мына жымыз арт жақ бетінде тұрады. Кромочныйды жай ғана аламыз, ары қарай барлығын оң тоқып шығамыз. Және соңғы петляға келдім, мінекей. Соңғы петляны ұмытпаймыз, теріс тоқимыз. Соңғы петляны теріс тоқып отырамыз, кромочныйды жай ғана тоқымай инемізге алып шығамыз. Осындай бізде дорожка пайда болды, мінекей. Платочная вязканың дорожкалары. Осыны біздер 14 қатар болғанша тоқуымыз керекпіз. Яғни екі жағынан кезектестіріп отырып тоқимыз. Мына кромочныйлар тоқымаймыз, жай ғана аламыз, ал соңғы жағын, ең соңғы петляны теріс тоқимыз. Осылайша 14 қатар тоқимыз. Мінекей мен өкшесінің 14 қатарын тоқып шықтым. Платочная вязка узорымен. Енді ары қарай өкшені осылай қайратын боламыз. Қысқартып екі жағынан. Мінекей.
Ол үшін біздер осыны 3 бөлікке бөлуіміз керекпіз. Яғни мына 14 петляны мен алғашқы 5-еу, одан кейін 4-еу және 5-еу қылып бөлдім. 1, 2, 3, 4, 5-еу. Осыны тоқып аламыз қазір. Одан кейін 4-еу міне. Содан кейін екінші қапталында 5 петля қалады. Енді былай қысқартамыз. Алғашқы 5 петляны тоқып аламыз қазір. Осы 5-еуін. Ол үшін кромочныйды тоқымаймыз, аламыз. Екінші петля оң тоқимыз. 3-еу, 4-еу, оң тоқимыз. 5-еу, міне. Бірінші қапталдың 5 петлясын тоқып алдым. Енді ортасындағы алғашқы 3 петлясын тоқимын. Оң, 1-еу, 2-еу, 3-еу. Соңғы петляны тоқымаймыз, өйткені оны қысқартамыз. Ал мына екінші инеде 6 ілмек қалу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек. Осы 6 ілмектің соңғы алғашқы 2 ілмегін бер жағына тоқымамыздың оң жақ бетінен теріс қылып алып, екеуін бірге тоқимыз, біріктіреміз яғни. Осылайша екеуін бірге тоқып, бір жіпке шығарамыз, біріктірдік міне. Тоқымамызды бұрамыз. Жібіміз бізде артта болады. Және мына жаңағы біріктірген петлямызды осылай ұстап, жай ғана өткізіп аламыз. Бұл кромочный петля болады бізде. Бұны тоқымаймыз енді. Ары қарай ортасындағы 3 петляны тоқимыз. 2-еу, 3-еу. Енді 4-ші петлясымен мына жақтағы 6 петля болды міне. Міне 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу. Осының алғашқы 2-еуін қысқартамыз. Енді бұл теріс жақ беті бізде, ішкі жақ беті. Жібімізді алып, осылай бұрып аламыз да, оң қылып бірге тоқимыз екеуін. Бірге қысқартамыз. Теріс қысқарттық, мынау ішкі жақ бет болғандықтан оң қылып қысқартамыз осылай. Мінекей ортасында 4-еу, мына жақта 4-еу, және екінші қабырғасында 4 ілмек қалды бізде. Енді ары қарай ортасын тоқи отырып, екі шетін қысқартамыз. Тоқымамызды бұрып, бірінші кромочныйды жай ғана өткізіп аламыз, жіпті артына жібереміз де, оң тоқимыз. 2-еу, 3-еу, 4-шісін енді мына жақ петлямен бірге біріктіреміз. Тоқымамыздың бұл сыртқы беті болғандықтан теріс біріктіреміз. Жібімізді алға шығарамыз да, екеуін бірге теріс қысқартамыз. Тоқымамызды бұрамыз. Жіп бізде артқы жақ бетінде тұрады, және осында 2 оң узор пайда болады. Өрілген 2-еу, 3-еу, міне. 4-шісімен қысқартып отырамыз. Тоқымамыздың ішкі беті болғандықтан, енді біз оң қысқартамыз. 2 жіпті, екінші жіпті алып, осылай бұрып аламыз да, 2 жіпті бірге оң қысқартамыз. Бізде өкшесі қысқарып келе жатыр. Осында 2 оң узор өрілген пайда болды бізде. Ішкі жақ бетінде болады. Енді жіп алдыңғы бетіне түседі, мына жіп. Және кромочныйды жай ғана тоқымаймыз, өткізіп аламыз да, жіпті артқа жібереміз. Ары қарай тоқимыз, оң тоқимыз, 2-еу, 3-еу. 4-шісін, 4-ші мінекей, мына жерде бізде белгілі болды. Теріс жағынан 2 петляны бірге қосып қысқартамыз. Осылай тоқымамызды тағы да бұрамыз да, кромочныйды тоқымай аламыз. Ары қарай оң тоқимыз. Екі жақ бетінен айналдыра отырып, оң тоқимыз. Және екі жағынан қысқартып отырып мінекей. Мынаны бұрып аламыз. Және екеуін бірге қосып оң тоқимыз. Мінекей, ішкі жақ бетіне осындай узор пайда болады бізде. 2-еу, 3-еу. Және мынаны теріс жақ бетінен қысқартамыз, теріс қысқартамыз. Міне бізде қысқарып келе жатыр, мына инемізде бір жіп қалды.
Ары қарай кромочныйды жай ғана аламыз. 2, 3, және мынаны оң жақ бетінен қысқартамыз. Осылай алып аламыз да, оң жақ оң тоқып қысқартамыз. Енді тағы да кромочныйды аламыз. Оң тоқимыз. Енді теріс қысқартамыз. Екеуін бірге. Теріс тоқимыз. Бізде мына инемізде жіп бітті. Енді екінші қабырғамыздағы жіпті қысқартып шығарамыз. Іші осылай шығып жатыр. Міне бізде осындай екі жағынан өріліп шығады. Ал сырты мынадай. Жай ғана кромочныйды тоқымаймыз, алып аламыз, оң тоқимыз, оң тоқимыз. Және мына екеуін теріс тоқимыз. Ішкі беті болғандықтан оң тоқып қысқартамыз. Бірге оң тоқ қысқартамыз. Міне бізде инемізде барлығы бітті. Ортасындағы 4 ілмек қалды өзі. Ішінен осылай шығады. Сыртынан қарағанда осылай. Енді ары қарай бұрамыз. Тоқымамызды бұрып алып, енді бізде тоқымамыздың осыны кері қарай тағы бір тоқып шығамыз. Яғни кромочныйды аламыз. Дәл осы 4 петляны оң қылып тоқып шығамыз. Екіншісі, үшіншісі оң қыламыз және соңғы петляны оң тоқимыз. Оң тоқимыз. 4 петляны қайтадан бір оң тоқып шықтық. Енді жіпті алып, мына екі кромочный петлялардан біздер ілмек теріп аламыз. Яғни екі қабырғасы тұр. Осы жерден бір ілмек теріп аламыз. Бірінші ілмек, осы кромочныйлардан 8 ілмек теріп шығамыз барлығы. Бірінші ілмек, екінші кромочныйдың екі қабырғасынан екінші ілмекті шығарамыз. Үшінші кромочныйдың екі қабырғасын қосып, үшінші ілмек, төртінші ілмек, бесінші ілмек, алтыншы ілмек, жетінші және соңғы кромочный петлядан екі қабырғасын қосып, 8-ші ілмекті теріп шығарамыз. Бізде 8 ілмектер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ары қарай жалғастырып тоқимыз. Жібімізді, осылай ілмектерімізді ысырып аламыз да. Узор бойынша тоқимыз. Еш өзгермейді бұл жақ. 2 теріс. Екінші теріс ілмек, оң ілмек, 2 оң ілмек, осы біздер узор бойынша тоқимыз. Алдыңғы жақ бетін 2 теріс ілмек тоқимыз, 2 оң ілмек тоқимыз, 2 теріс ілмек тоқимыз, 2 оң. Және 2 теріспен бітіреміз. Узор бойынша тоқып шықтық. 2 теріс 2 оң қылып. Енді келесі жақ бетінен дәл солай біздер мына кромочный петлялардан тағы да 8 ілмек теріп шығамыз. Мына жерден өткізіп алайық. Алдыңғы 14 ілмек бізде бөлек тұру керек. Мына жерден тартып шығарамыз. Қосылып кетпеген жақсы. Қазір бізде қысқартқанда осылай бөлек тұрған жақсы, алды арты. Енді екінші жақ қапталынан да дәл солай 8 ілмек шығарамыз. Мына жерден біріншісін шығарамыз. 2 қабырғасынан бірге бірінші ілмекті
шығардық. Екінші кромочный петля, мінекей екінші ілмек, үшінші ілмек, екі қабырғасынан бірге шығарамыз осылай. Төртінші ілмек, бесінші ілмекті шығарамыз. Алтыншы ілмек, жетінші ілмек және соңғы 8-ші ілмек. Екі қабырғасынан бірге 8-ші ілмекті теріп аламыз, шығарып аламыз. Мінекей 8 ілмекті теріп алдық. Ары қарай жалғастырып 10 қылып тоқи береміз. Осыған. Ары қарай барлығын 10 тоқимыз. Мынанда 10 тоқимыз. Келесі ілмекті де 10 тоқимыз. Және соңғы 2 ілмекті де 10 тоқиып шығамыз. Мінекей болдық біздер. Енді осы алдыңдағы 14 петляны ешқандай өзгеріссіз 2 теріске 2 теріс, 2 оңға 2 оң узор бойынша тоқып шығамыз. 2 теріс, екінші теріс ілмек, 2 оң ілмек. Бұл өзгермейді алдыңғы беті. 2 оң ілмек. 2 теріс ілмек тереміз. Оң және 2 теріс. Соңғы 2 теріс ілмек тердік. Енді біздер ары қарата мына 14 петля, ал мына жағында 20 петля болды. Енді осы 20 петляны екі жағынан қысқартып отырып 14 петля қылуымыз керек біз. Ол үшін осы жерден бастап қысқартамыз қазір, осы қатардан бастап. Мінекей. Мына 2 петляны қысқартамыз. Осы инемізді дәл осылай алып, 2 ілмектен қатарынан кіргіземіз де, екеуін бірге өткізіп шығарамыз. Бір ілмек болды бізде. Енді ары қарай мына 2 ілмекке дейін барлығын оң тоқып шығамыз. Яғни соңғы 2 ілмекке дейін оң тоқып шығамыз барлығын. Соңғы 2 ілмекке келдік. Енді бұны біздер мына инемізбен бірінші ілмекті жай ғана осылай өткізіп аламыз, тоқмаймыз. Ал екінші ілмекті осылай бұрып тұрып, оң тоқимыз да, жаңағы іліп алған ілмегімізбен бұлай өткіземіз үстінен. Мінекей, осылай екінші шетін осылай қысқарттық. Енді жіпті инені тартып шығарамыз. Екінші қабырғасын тоқимыз, алдыңғы бетін әскейдің. Бұл өзгермейді, бұл жағын қысқартпаймыз біздер. Дәл осы узор бойынша 2 теріс, 2 оң бойынша тоқи береміз. 2 теріс ілмек, алғашқы, 2 оң ілмек. Соңғы 2 теріс ілмекті тоқимыз. Мына қатар бізде қысқармайды. Тоқымамызды бұрамыз. Енді екінші қатарымызға келдік. Екінші қатарды біздер қысқартпаймыз. Екі жақ бетінде қысқартпаймыз. Дәл осы қалпында тоқимыз. Барлығын оң тоқимыз. Так, мінекей бірінші петля қысқартылған жоқ. Екінші петля
қысқартпай осылай барлығын оң тоқып шығамыз. Соңғы петляны да оң тоқимыз. Және алдыңғы бетінде бұл жағы ешқашан қысқармайды және өзгермейді, узор бойынша тоқыла береді. 2 теріс 2 оң қылып тоқи береміз бұны. 2 теріс петля және 2 оң петля қылып жалғастыра береміз. Соңғы 2 оң петля, 2 теріс петля. Тоқымамызды бұрамыз. 3-ші қатарға келдік. 3-ші қатарда енді біздер өкше жағын қысқартамыз. Жаңағы 20 петляны 14 петля қылуымыз керек біз. Енді дәл манағыдай қылып, енемізді дәл осылай аламыз да, мына 2 петляны бірге тоқимыз. Сол кезде бізде 1 петля пайда болады. 2 петлямыз қысқарады 1 петляға. Ал қалғандарын бір-бірден мына 2 оң петляға дейін тоқимыз. Соңғы петляға келдім. Соңғы петляны жаңа көрсеткендей 1-ші петляны жай ғана алып аламыз. Дәл осылай. Ал одан кейінгі соңғы петляны тоқимыз, оң тоқимыз және алдыңғы петлямен осылай өткізіп біріктіреміз. Қысқарды. 2-ші жақ беті. Нәскеміздің алдыңғы бетін еш өзгеріссіз узор бойынша тоқып шығамыз. 2 теріске теріс және оңға оң жалғастырамыз ары қарай. Екі соңғы теріс петля. 3-ші қатар аяқталды. 4-ші қатарды біздер қысқартпаймыз. Барлығын дәл осы оңғыда оң, ал мына жағын узор бойынша тоқып шығамыз. Еш қысқарту бұл жерде орын алмайды осы қатарда, 4-ші қатарда. Яғни тоқып бастайық. 1 петляға 1 оң тоқимыз, қысқартпайтынымыз. Ары қарай барлығын оң тоқимыз осы қатарды. Және мына жерге дейін узор бойынша тоқып шығамыз. 4-ші қатарды еш қысқартусыз тоқып шықтық. 5-ші қатарды енді қысқартамыз. Соңғы қысқартуымыз бұл біздің. Алғашқы 2 петляны инемізді бұрып тұрып осылай бірге тоқып қысқартамыз. Қалғандарын соңғы 2 петляға дейін оң тоқимыз. Және соңғы оң петляны алдыңғы қатар сияқты 1-ші ілмекті алып аламыз, 2-ші ілмекті тоқимыз, оң тоқимыз және алғашқы ілмекпен біріктіреміз, өткіземіз үстінен. Және тоқымамыздың алдыңғы бетін узор бойынша тоқып 5-ші қатарды аяқтаймыз. Бұл еш өзгермейді, шатасып кетпейміз. Дәл осы алдыңғы бетінен узор бойынша теріске теріс, оңға оң тоқи отыра береміз. 2 теріс петля, 2 оң петля. Және 2 теріс петля. Біздер қысқартуымызды аяқтадық. Дәл осылай қысқартылады бізде. Енді ары қарай бізде міне инемізде, екі жақ инемізде де бірдей 14 петлядан қалды бізде. Бірдей қылдық екі жағында. Мына жақ 14 алды және мына артқы қабырғасы 14 петля болды. Енді ары қарата мына жағын 9 ары қарай 9 қатар тоқимыз.
Мінекей, мына жерге дейін мына астын өңкей оң қылып тоқимыз. Мінекей, ал үстін узор бойынша тоқимыз. Екі оң екі терісіне. Екі оң екі теріс қылып өзгертпей барлығы 9, ендігі 9 қатар тоқимыз. Мына жерге дейін. Алды өзгермейді, артын оң қылып тоқи береміз. Мінекей, мен 9 қатар тоқып шықтым. Асты оң қылып тоқылады, ал үсті узор бойынша тоқылады. Осылай қысқарып келеді де, одан кейін 9 қатар болды. Енді алдын носкейіміздің тұмсығын жабамыз, осылай қысқартып. Осы жерін тоқимыз енді, соңғы бөлігі бұл. Әрбір қатарда қысқартамыз. Ол үшін алдымен бірінші петлямызды оң қылып тоқып аламыз. Бірінші ілмекті тоқимыз. Екінші ілмегімізді дәл осы күйінде тоқымай аламыз. Ал үшінші ілмегімізді оң қылып тоқимыз да, екінші ілмекті үшінші ілмектің үстінен өткіземіз. Мінекей, бізде екеуі қалды. Осылай қысқартамыз біріншісін. Және ары қарай оң тоқимыз. Екіншісінде осы жақ бетін барлығын оң тоқып шығамыз. Оң тоқимыз. Соңғы үш ілмекке дейін оң тоқимыз. Міне соңғы үш ілмекке келдік. Алғашқы екеуін дәл осы күйінде біріктіріп, оң тоқимыз. Ал соңғы бір ілмектің өзін оң тоқимыз. Бұны қысқартпаймыз. Тоқымамызды бүріп, носкейіміздің алдыңғы бетін тоқимыз. Бұл жақтан да қысқартамыз қазір. Екі шетінен қысқартып отырамыз. Инемізді осылай жылжытамыз. Астыңғы инені тартып аламыз да. Бірінші петля бізде қысқармайды. Жай ғана оң тоқимыз. Және екінші петляны осылай бұрып тұрып, инеге өткізіп аламыз. Үшінші петляны оң тоқимыз да. Екінші петляны үшінші петляның үстінен өткіземіз. Ары қарай осы алдыңғы бетінде енді мана узор бойынша тоқыдық қой, енді оң тоқимыз. Оң тоқимыз. Узор бойынша тоқымаймыз, өңкей оң тоқи береміз. Соңғы үш ілмекке дейін. Соңғы үш ілмекке келдік. Енді бұны жай ғана өткізіп алып, бұлай бұрып аламыз. Осылай. Енді дәл осылай біріктіріп тоқимыз. Екі ілмекті бірге біріктіріп тоқимыз. Және соңғы ілмектің өзін біреуін ғана оң тоқимыз. Тоқымамызды бұрамыз. Дәл осылай қайталана береді бізде. Мұқият жақсылап қарап отырамыз. Әдемі қысқартылады. Бізде бірінші ілмекті қысқартпаймыз, жай ғана оң тоқимыз. Одан кейінгі ілмекті алып аламыз, тоқымаймыз. Үшінші ілмекті оң тоқимыз, және екінші ілмекті үшінші ілмектің үстінен өткіземіз. Міне, осылай. Ары қарай оң тоқимыз. Енді соңғы жағында екі ілмекті қатарынан оң тоқып қысқартамыз. Және соңғы бір ілмектің өзін тоқимыз оң қылып. Тоқымамызды бұрып, алдын тоқимыз носкейіміздің. Алдынан да қысқартамыз. Бірінші ілмек қысқармайды, оң тоқылады. Екінші ілмек жай ғана алып аламыз. Үшінші ілмекті оң тоқып, екінші ілмекті үшінші ілмектің үстіне өткіземіз. Өте түсінікті, қарапайым, қиын емес. Яғни соңғы жағында екі ілмекті қатар қосып тоқимыз. Осылай. Яғни бір ілмек қысқармайды. Екі шетіндегі бір ілмек бұл қысқаруға кірмейді. Өзін тоқып отырамыз. Дәл солай. Мына инелерімізде бізде 4
ілмек қалғанша тоқимыз. Бірінші ілмекті теріп аламыз, екінші ілмек жай өткіземіз, үшінші ілмекті оң тоқимыз. Осылай ілмектің үстіне өткіземіз. Так, іліп алайық. Екінші ілмекті үшінші ілмектің үстіне өткізіп қысқартамыз. Ары қарай соңғы 3 ілмекке дейін оң тоқимыз. Алдыңғы 2 ілмекті қосып, бірге қосып оң тоқимыз, қысқартамыз. Соңғы 1 ілмектің өзін тоқимыз, оң тоқимыз. Тоқымамызды бұрып, алдын тоқимыз енді. Бірінші ілмекті қысқартып жібермейміз. Екінші ілмек, үшінші ілмекті тоқимыз, оң тоқимыз және үстіне өткіземіз. Оң тоқимыз, өзгеріссіз. Дәл солай қайталаймыз. 2 ілмекті бірге тоқимыз. Инемізде жіптеріміз, ілмектеріміз азайып келе жатыр. Бірінші ілмекті оң тоқып аламыз, қысқартпаймыз. Екінші ілмекті жай ғана шығарып аламыз. Үшінші ілмекті екінші ілмектің үстінен үшінші ілмектің үстіне өткіземіз. Так, соңғы 3 ілмек, алғашқы екеуін, алдындағы екеуін бірге қысқартамыз. Соңғы ілмектің өзін тоқимыз. Бізде 6 ілмек қалды. Енді осыны 4-еу қылуымыз керекпіз. 4 ілмек қалғанша екі шетінен осылай қысқартып отырамыз. Әрбір қатарда. Осыны қысқартамыз және соңғы бір қатар болу керек. Бір оң ілмек теріп аламыз. Үшінші оң ілмек жай ғана үстіне өткіземіз. Оң ілмек тереміз ары қарай. Және 2 ілмекті бірге қосып оң қылып тоқимыз. Және соңғы ілмектің өзін тоқимыз оң қылып. Тоқымамызды бұрамыз. Енді осы 6 ілмекті 4 ілмекке қысқартамыз. Бірінші петляны өзін тоқимыз оң қылып. Екінші петляны тоқымаймыз. Үшінші петляны оң қылып тоқимыз да екінші петляны үшінші петляның үстіне өткіземіз. 2 петля қалды. Енді міне соңғы 3 петляның алғашқы екеуін бірге қосып тоқимыз да соңғы 1 петляның өзін тоқимыз. Міне 4-еу қалды бізде. Енді мына жақ инеден де 4-еу қалу керек. Осылай инемізді суырып аламыз. Ығыстырып. Дәл солай бірінші ілмек оң тоқылады өзі. Екінші ілмек тоқылмайды. Үшінші ілмек оң тоқылады. Екінші ілмекті үшінші ілмектің үстіне өткізіп отырамыз. Міне соңғы 3-еу қалды. Екеуін бірге қосып тоқып қысқартамыз. Соңғы 1 ілмек тоқимыз. Болды, міне 4 ілмек қалды бізде. Мына жағында 4-еу, мына жағында 4-еу, барлығы 8 ілмек қалды. Енді жігімізді қиып тастап, инеге жаңа көз үлкен инемізді алып, осы инедегі ілмектерімізді, специда ілмектерімізді осы инеге теріп алуымыз керекпіз. Жақсылап, шығып кетпейтіндей қылып теріп алайық. Өткізіп аламыз яғни. Осылай. Тартамыз жігімізді. Енді осылай өткізіп алдық. Енді бір керісінше қарай осылай манағы ілмектердің арасынан 2 рет немесе 1 рет өткізіп шықсақ болады. Айналдырып өткіземіз. Тарқатылмайды бізде. Және мына ортасынан инені ішкі жағына қарай жіпті ішкі жағына қарай өткіземіз.
бір түйіндеп аламыз. Және тағы да бір өткізіп, ішінен өткізіп жібереміз осылай. Жібімізді қиып тастаймыз. Енді мына жердегі жіпті жасырайық. Мына оң петля бар ғой, екеуі осылардың арасынан иненің көмегімен бір қабырғасынан осылай ирелек етіп өткізе отырып, өткізсек бізде білінбей кетеді қазір. Осылардың арасына жасырамыз. Дәл осылай бір қабырғасынан. Шөмізді тартып аламыз. Неке бізде білінбейді, мүлдем білінбейді. Және артық жіпті біздер қиып тастаймыз. Осылайша оң қаратамыз. Неке бізде нәскиіміздің екінші сыңары дайын болды. Өте әдемі, сүйкімді, жас сәбилерге, жаңа туылған нәрестелерге арналған нәскиіміз шықты. Сіздер де осылай өз сәбилеріңізге тоқып алсаңыздар болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Менімен бірге соңына дейін тоқып шыққандарыңызға көп-көп рахметімді айтамын.